Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз күріш суының пайдасы. Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұсынатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламыз. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие. Бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңданған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең 1 стакан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектікті сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан. Күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С тобындағы витаминдерден. Ағзаның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалардан тұрады. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаның уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуді көмектеседі. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын. Бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Олар тоқшектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, онда дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатпасын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар. Яғни қарапайымынан басталып, бірнеше қадамдардан тұратында рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іш өтуінде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағыштан ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып әр 2 сағат сайын ішіңіз. Қайнатпада қою қылып қайнатуға болады. 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірнеше рецептін қолдансаңыз болады. Дегенмен, сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Екіншісі, күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Үшінші, сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа да тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңыз да бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш сусыны 100%-ке дейін әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 1/4 бөлігін ішу керек. Бұл сусындарды сирек немесе жиі ішуге болмайды. Себебі оның әсері әлсіз болады немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек.
Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұрады. Көріп отырғандарыңыздай, күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнына ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңқаларлық емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпаратым сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізге күтім жасап жүріңіздер. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.